Сәлем достар, тағы да бүгін асханадамыз. Бүгін менің қасымда менің сіңілім Жадыра. Өзімнің жеке директорым, администраторым, телохранителем Жадыра асханада бүгін көмекші. Осы балықты біз Қызылордадан келген балық, негізінде көктал деп айтады ғой. Біз қуырып жібергеннен гөрі арасында осында үйде, духовкада көктал қылып жасап жейтініміз бар. Өте дәмді шығады. Бұл тағамның авторы Жадыра. Енді бүгін мен орындаймын оны. Ал енді кішкене тұз саламыз. Өйткені мына мұздан шыққаннан кейін. Жадыра басқа ингредиенттерді кесе береді. Кішкене тұздаймыз, өйткені мына тұзы бар. Жаңа жуған кезде тұзы кетіп қалды ма деп жатырмын. Тұздаймыз, сосын кішкене бұрыш себеміз. Бұрыш. Үйіңізде не бар? Мен бұрыш салам, біреулері не салады жаңағы. Балықтың приправалары бар ғой, сондай салуға болады. Үйде қандай приправа бар, өзіңіздің талғамыңызға байланысты сала беруге болады негізінде. Менде не бар екен көреміз қазір. Нәрселер бар екен. Духовкада пісетін дүние ғой, сондықтан да дәмі шықсын деп сала береміз. Кішкене укроп салдық, дәмі шығады. Көп емес. Азғантайдан. Негізі қуырып жеген енді көбінесе майлы болғасын керек емес деп ойлаймын. Ана духовкада өзінің майында кішкене майонезден саламыз кішкене. Лимонның жазысын қалғанын саламыз. Кішкене балықтың дәмін Келтіру үшін ғой. Лимонды салқышамыз. Сосын помидор. Помидорды көбірек салсаңыз, жақсы сочный болады. Сочно-восточный дейміз. Енді бізде көбінесе айтады ғой, қаттау деп. Біз көп салып, көп неғып жетпіз помидорды. Бір 2-3 помидор. Бір 2-2 да? Точно 4 отырадың ба? 3. Екі-екіден тұрасың. Енді балықтың размеріне. Балықтың үлкендігіне байланысты. Кейде 2 помидор жеткілікті, кейде 3 помидор керек. Сол сияқты 2 помидор, 2 болгарский перец, емоса 2-3. Енді балықтың үлкендігіне. Болды. Осылай аламыз да? Екі жақта, үсті асты қызатын жаққа қоямыз. 160 градусқа қоямыз. Кішкене қыздырып аламыз. Дайындап алғаннан кейін мына пешті 5 минут қыздырып аламыз. 160 градуста. Сонан кейін 1 сағатқа салып қоямыз 160 градуста. Әрине мына бетіндегі кішкене күйет, ол ештеңе қылмайды. Күйгендерін алып тастаймыз. Бірақ әдемі болып, сондай сочный болып піседі. Өте пайдалы және дәмді. Енді пешке саламыз. Бір сағаттан кейін балығымыз дайын болады. Оған дейін ыдыстар жуып тастайық. Бағдарламаны көрер алдында Жеңіс шоу YouTube каналына қосылыңыздар. Демеушісі емдеу сауықтыру кешені Оқжетпес Алматы филиалы. Сәлем достар. Біз әдемілеп шайымызды ішіп алдық. Ой, пұлып жеп алдық. Қайрат екеуміз әңгіме айтайық. Сіздердің бүгінгі тамашалайтындарыңыз, бүгінгі біздің Жеңіс шоу бағдарламасының қонағы менің бір жақсы көретін сыйлайтын Қайрат өзі бір сондай сүйкімді
әңгімесі де астарлап келіп берді тұратын әңгімелері бар. Сол әңгімелері маған қатты ұнайды, сондықтан да қош келдің. Рахмет. Енді мынадай бағдарлама қызық екен негізі. Телевидениеда, студияда болса артында 30 адам жүреді. Мына жақта 2 адам рахат. Рахат, сосын бұл жерде ойбай ананы айтуға болмайды. Иә. Бұл шектеулер жоқ ұлттарына екен. деген сияқты емес, бізде шектеусіз. Мен онда сіз маған қонаққа келдіңіз ғой түнгі студияға. Мен айта алмадым да сіз туралы. Женка дегім келіп еді. Айта бер. Айта алмадым. Женка апай деймін ғой. Женка апа деп Женка апа. Ал Женка апаңа бір айтшы сен енді әңгімеңді. Қайрат, негізі мына сенің осы өмірде дүниеге келгеннен бастап енді, есіңді білгеннен бастап, өзіңді кім деп елестеттің? Қалай көрдім ба өзімді болашақта? Шынына керек енді осылай әзіл саласы жалпы мектепте баяғыда бізде күздігі бал деген болатын. Күзгі балда қатысып мектептің белсендісі болдым. Сөйтіп жүр, оқығанда жоқпыз ғой біздер. Бірдеңе болса концертіңе выступать етіп берем, жүргізіп берем. Кейін тіпті директорлердің өзі Долорес Сүндетқызы, Таскарина апайымыз. И ол Қайратқа 5 қоя сал физикадан. Білсе де жарытпайды ол. Зато концертте выступать етпейме ертең. Қаншама комиссияның алдында деп. Сөйтіп біраз еркелеп өстік мектепте. Мектептің жұлдызы болдым, шынына керек. Енді оның алдында Кіші өнер академиясы бар қазіргі таңда, Нұрғиса Тілендиев атында. Біз 1996 жылы Сары Алпыс қызының демеуіменен Атырау қаласында жалпы облыстық Кіші өнер академиясы ашылды. Дарынды, талантты балалар жинайды деп. Біз сол 27-ші мектепте Исатай Тайманұлы атындағы мектепте оқып жүрген кезде, сол кезде есімде завуч Гүлбаршын апайымыз айтты, осындай мектеп ашылайын деп жатыр екен. Қайрат, сен соған баруың керек değil mi? Осы мектепке сен лайықтысың, көрсеші өзіңді деп. Содан мен мамама айтпай, ол мектеп орталықта. Мамама айтпай, документтерін бәрін, экзамендерін бәрін өтіп алып, сосын документ керек деген кезде, тәуіл керек деген кезде мамаға айту керек болды. Өйткені ата-ананың рұқсатынсыз. Сол кезде айтқан кезде мамам біраз енді орталыққа барып оқу керек, оның бәрі ақша, қиын қыстау кез ғой 96 жыл деген. Адам аш қой, бәріміз. Бәріміз ашпыз ғой. Ол кезде есімде немен талонмен тамақ ішетін кез. Талонмен тамақ аласың. 97 жылы есімде 50 килограмм гречка алдық қой бір зарплатамен маманың. Соның 2007-те тауыстық. 11 жыл бойы. Оны еще бір банка құйып алып 60 теңгеден сататын базарға апарып. Сосын бір тігін фабрикасында жұмыс істеп жүрген кезде мамам зарплат жоқ, тігін фабриканың заттарымен береді. Сорочка, дамбалдар кәдімгідей бар ғой. Соны өзі күйеу баланың туған күніне барса дамбал апарып береді. Мамадан ұялатып тұрса осы дамбалдарын тасташы, басқа ештеңе жоқ қой. Мә несі бар киеді ғой деп айтты. Сөйтіп алып барады. Несі бар киеді ғой. Енді айлықтың орнына дамбал бергеннен кейін не істеймін дейді ғой. Сондай қызықтар болған. Сол кезде мамам қатты неткен жоқ. Біраз енді қиналатынын білді. Бірақ енді түсіп кеттік. Әйтеуір. Содан басталды 96 жыл өнер академиясындағы ғұмыр. Ол кезде енді бұрын мектеп аралық болса, бұл жерде уже республика аралық, облыс аралық, қаланың деңгейінде біраз өнерлерімді көрсетіп, осы әзіл қой әуелден жүрем, күлдіртем деген сияқты. Сөйтіп жүргенде 96 жылдан 2000-ға дейін сояқта оқытып 11 бітіргеннен кейін Алматыдағы вуздардың барлығы әр облысқа барып абитуриент жинайды. Үгіт насихат жүргізеді. Сөйтіп осындай жүргендіктен келді. Сол кезде ішімнен бір ой болып қалды, арман болып қалды, шіркін жүргендікте оқысам ғой деген сияқты. Әшейін ой болды. Ішкі дауыс дейді ғой енді. Внутренний монолог. Сөйтіп жүргенде мамам менің бухгалтер. Әкем сот болған адам. Өмір бақи сот болған. 84 жылы менің 5 айлығымда әкем Гурьевск облысының судьясы болып қайтып кеткен. Представляете? 84 жылы. 2004-те қайтқан кезде судья болып қаншама не қалар еді артынан. Мен уже Лондонда отырар едім. Ламборджини айдап. Өзім ойымда кейде. Сөйтіп мамам айтты, я бухгалтерлікке түсесің. Мамам бухгалтер. Не сот боласың? Я заңгерлікті оқытасың деп. Сөйтіп біз өзімше Казгуға келгенбіз, оқуға түсіп, заңгерлікке барып, оның оқуы есімде 120 мың теңге 2000 жылы. Платный. Мен сосын театральныйға барып, документімді несін тапсырып,
түсіп кеттім да грант жинап алдым. 120 балл былай творческийден, 43 балл андай общеобразовательный, сонда 163 балл, а 150-ден жоғары грант. Содан мама айттым, мен осылай мынау бар, бесплатно оқимын дедім. или тегін бар, или мынадай бар. Сосын мама айтты, енді мен сені оқыту үшін алып келдім, қайсысына да оқысаң да мен сені оқытам, өлтіріл, бірақ өзіңнің қалауың қандай деп. Осылай театральный деп едім, өзің білесің деп. Содан мамамның інісі бар, Есенжол Домбаев деген, драматург, менің нағашым. Ол кісіге шығып, ол кісі Маман Байсеркенов ағамызға қолына табыстап, осы менің жиенім деп. Маман Байсеркеновтың сол кезде маған сұрақ қойғаны бар. Әртіс боламын дейсің бе деп. Иә, әртіс болсаң аштан өлесің сен. Дегені бар есімде. Енді қазіргі әртістерді ол білмейді ғой енді. Ол сол кездегі әртістерді айтқан шығар деп ойлаймын. Сөйтіп Астанада Базар жоқ театр ашылды. Сол кезде Ерболат Төлегенов пен Дәркен Есімберген мені ұсынып Тұрсынбекке айтып. Бір күнім ол кезде Nokia'ның телефоны ғой, хит казахи Астана KZ-дің выступлениялары КВН-да. Тут скорый поезд поезжает Астана Москва, полчаса повторяем деп. Соны қарап қызығып жүрген кезім ғой, Тұрсынбек енді действительно. Россияны таңғалдырып жүрген, еврейлерді. Москва көрген дейді ғой бәрі. Москва көрген Тұрсынбекке... Иә. Сөйтіп Тұрсынбекке звонда деді. Біз айтып қойдық, сізді ол біледі. Деді, мен звондардың алдында бір далада 40 минут жүрген шығармын. Ойланып, қалай звондаймын, не дейді. Ана Мұхтар Әуезовтің отказынан кейін, Ғабит Мүсіреповтің отказынан кейін саған. Иә, Тұрсынбек Қабат деген классик. Сол мені шақыртып алды. Ол да қалай қабылдайды? Иә, қалай қабылдайды. Енді біз енді шынымен де ол кезде ойлайсың ғой, о жоғарыда жүрген адам деп. Шынымен де қазір өзімізде мысалы бізді біреу көрсе, сіз неғып жүрсіз базарда дейді, маған. Мен неғып жүрмін, кілем алайын деп. Сонда мен кілемді Мегадан алу керекпін да. Кілем жоқ қой Мегада? Иә, кілем жоқ қой Мегада. Мегада болғанның өзінде 400 мың теңге. Мен ақымақпын ба? Базарға барып лицомен кіріп, соны 130 мың алмайын ба? Былай қарасаңыз. Сөйтіп Тұрсынбекке звондадым, Тұрсынбек алды, қайрат қалайсың, сөйлеу. Мен қазір бос емеспін, өзім звондаймын деді. Дақ қойып тастады. Мен ойлап қоямын. Неге звондадым? Звондауым керек пе еді? Қайтадан өзім... Кто он такой вообще деді? Жегідей жеп кеттім өзімше. Не ол өзінше маған? Сосын звондап. Кім ол сондай ақ маған? Иә, ондай ой болмаса да, бірақ біртүрлі көңіліме алып қалдым да. Сосын кейін звондап, концертіне алдырып, ол кезде менде 3-4 монологтарым дайын ғой енді. Мен Қазығұрт өнер орталығында жүрдім, Мафияда Тақияда жүрдім. Монологтарым дайын монологымен барып, есімде Нұржан Тутов ағамыз екеуміз. Не ойнадыңдар? Монолог ол кезде. Қандай монолог? Есіңде ме? Мәмбет пен Мәңгүрт. Кішкене вспомни. Есіңе алшы кішкене. Мәмбет пен Мәңгүрт деген андай қазақша сөйлейтіндерді Мәмбет дейтін еді де, қазақша сөйлей алмайтындарды Мәңгүрт дейтін еді. Мысалы, баяғана бір Малдыбай деген ауылдың үстінен кетіп баратым, 3 тілде жазып қойыпты деп ше. Малдыбай ауылы, село Малдыбай. Малдыбай Village деп жазып қойған. Мен таң қаламын да, қай американец адасып сол Малдыбай Village деген ауылды іздейтін. Кім үшін жазып қойған деген сияқты. Болмаса, Мәңгүрт қазақтарда о деген әріп жоқ. Бәрі Ангарсынова Фариза Ангарсыновна А деп сөйлеп кетеді да, атан түйе, ол кезде атан партиясы деген болатын, отан партиясы деген сияқты әзілдерді келтіргенбіз. Ол жақсы қабылданды халыққа. Ол кезде енді монолог оқитын көп адам болған жоқ қой. Сол кезде енді бастап келе жатыр. Соны оқып, біраз қошеметке ие болып, ол кезде енді атымыз жоқ, затымыз жоқ, баламыз ғой енді. Былай қарасақ, 23-24 жасар бала. Сол кезде бәріміз жан-жақтан жиналды. Монолог оқиды. Интермедиа ойнамаймыз. Каждымыз шығып, 10 минут уақыт беріледі. Мақсатымыз 10 минутта халықты күлдіру болды. Ойландыру. Ойландыру. А қалғанын жату, ішіп жеу, гостиница, самолет барлық жағдай жасайды. Даже костюм алып береді, туфли шалбармен. Костюм тасайтын адамдарға дейін бар ғой. Тұрсынбек айтты. Басқа адамдар монолог оқитын, сахнаға шығатын адам. Ешкіммен, ештеңемен алаңдамасын. Тек монологын ойласын. Костюм байда, көйлегім түктелме деген әңгіме болмасын. Сосын тек қана комфорт. Біз барамыз, гостиница жадамыз, кейде ойлаймыз да, балалар өздері сөйлесетіміз.
бүйтіп гостиницаға жатқызып самолетпен ұшыра бергенше біз пойызбен жібере салып бір квартираға жалдап сол ақшасын бізге берсе ғой деген сияқты ше. Сонда көп жерде концерт ұйымдастыратын адамдар Тұрсынбекпен жұмыс жасағысы келмейді. Неге? Өйткені Тұрсынбек бірінші балалардың условиясын айтады. Өте дұрыс. Самолет, білмеймін, қай қаладан қай қалаға самолет бар, самолет. Гостиница міндетті түрде. Бір комнатта 2 бала жатады. Ал оны бәрін жасайын десе өзіне пайда қалмай қалады да. Пайда болғанның өзінде көбірек болмай қалады да. Содан кейін Тұрсынбек өзі жасай бастады. Өзі адамдарын концерт ұйымдастыратын балалар тәрбиеледі. Сол кезде Нағи Бақытбеков деген болатын администратор. Ең алғашқы театрдың. Қазіргі таңда ол кісі футболдың несі. Қазфутбол деген портал бар, интернет портал. Және сол футболдың несі. Президент емес, сол футболды пиарить ететін қазір сондай. Бастығы да соның. Сол бастап берді. Содан біраз гүрілдедік енді. Біздің бір жағынан шығып кеткен жеріміз Шаншардан Нұржан Төлендиев кетіп жатырды. Хаос болып жатырды. Осы екі ортада саңылау болып қалды да, сол саңылаудың ортасында біз шығып кеттік. Танымал болдың. Түнгі студияға қалай келдің? Және сол түнгі студияға сенен де басқа претенденттер болды ма жүргізуге? Мысалы, ол түнгі студия деген халықтың күнделікті күтетін бағдарламасы. Ол енді атағы бар, ұлттық арна, талай лауазымды қонақтар келеді, лауазымды кісілер келеді. Сені тек сол қайрат болсын деп айтпаған шығар, бір кастинг бірдеңе кімдермен сен сайысқа түстің? Енді бұл түнгі студияны сізге айтайын, менің творчестволық өмірімде де, творчестволық линия дейді ғой, творчестволық жолда да өмірде де ол үлкен бір белес. Мен үшін түнгі студия. Содан кейін түнгі студия жабылады деген сияқты қауесет естілді. Мен 2018 жылы январь айында, қаңтар айында киноға түсіп жатырмын. Әсел Садуақасованың «Класстастар» деген киносында. Сол кезде Қуаныш Сұлтанов, ұлттық арнаның продюсері, сол кезде маған звондап қалды. Ерлан Тынымбайұлы Кәрін сізді ертең өзінің приемына шақырып жатыр шұғыл шаруамен. Мен түнде таңда ұшып кеттім, съемкадан бір күнге сұранып. Боран болып жатыр Алматыда, Астанада. Сұмдық, самолеттер қона алмай жатыр. Әйтеуір қондық. Сөйтіп қонып, Ерлан Тынымбаевичке кірдік, Қуаныш екеуміз. Сол кезде Ерлан Тынымбаевич осылай біраз әңгімесін айтып барып, түнгі студия жүргізу бағдарламасын сізге ұсынғымыз келіп отыр деген кезде мен түсінбей қалдым. Осылай отырып қалдым. Шынымды айтамын, қорқыныш болды. Қалай қабылдайды ел деп? Ел енді Қоянбаев былай қарап отырсақ, футбол әлемінде алатын болсақ, Мессидің орнын алмастыру сияқты ғой. Я болмаса Криштиану Роналдудың орнын ауыстыру. Және де бұл бағдарлама 5 жылдай уақыт халықтың көзайымына айналған, жүрегінен орын алған, Қоянбаев мырзаның жүрегімен өтіп кеткен. Бұл бағдарлама ары қарай оны алып кету. Енді шынымды айттым, бірақ ұсыныс тастадым. Онда былай болсын дейік. Қоянбаев мырза анонс берсін, Нұрлан. Ұлттық арнада түнгі студия бағдарламасының жаңа жүргізушісі келейін деп жатыр. Мен таныстырам деген сияқты анонс берсін. Соңғы бағдарламаға мені қонақ қылып шақырсын да, 15 минут сұхбаттасып, өзінің орнын мен отырғызсын да, ана жерде өзі отырып, менімен сұхбаттасып, табыстап кетсін деген сияқты. Какой ты молодец. Сонда маған да оңай болады, халыққа да оңай болады, адаптация. Бұл Нұрлан Қоянбаевтың қойып кеткен жүргізуші деген сияқты. Мен айтып, өзімді ойлап жатырмын енді. Әрине. Жоқ, олай тағы да келісілмеді, болмады. Онда бірінші қонақ бағдарламаның алғашқы қонағы ретінде Нұрлан Қоянбаев шақырайық деген ұсыныс тағы да өзім тастаған кезде тағы да үйлеспей қалдым. Бірінші бағдарламада енді өзімді жек көрдім ғой, шынымды айтайын ба. Үйлеспейді, аузынан шыққан сөз. Енді көңілің толмайды. Толмайды, өйткені телевидение, мен өзім сол бағдарламаға жету үшін, осы бағдарламаға қашан мен шақырады деп өзім жылжарым армандағам. Армандамам деген жоқпын. Тіпті мақсат қойдым. Неше түрлі адамдарға шықтым, түнгі студияға шақыра аламын мен деп. Никак не пробился. Қоянбаевпен сенбілік шоуды жүргіземін да. Пожалуйста, 4 бағдарламадан кейін Қоянбаев өзі шақырады. Бақыт Тұрманды ертіп алып барамыз. Бірге шақырамыз. Көрдіңіз бе? Өзі бүйт, өзі. Жаймен келтіре алады. Жаймен келді өзі орнына ше. Енді ана жерде күнде көріп жүрген бағдарлама, ана жерде мен шығып халыққа біз бастаймыз дегенде мен
өзім жек көрініш сезіндім, шынымды айтайын. Бірінші бағдарлама жүрмеді. Бірінші қонақ бізде Сәкен аға болды, Майғазиев. Әлде Ернар Айдар ма? Енді бір сізге айтпайын, не мое, неге келістім деген сияқты іште ойлар болды. Қорқыныш болды. Сөйтіп бірінші бағдарлама тәлтіректеп бұзау сияқты болды. Жаңа туған бұзау сияқты. Сөйтіп тізесімен жүріп, одан кейін тұрып тәлтіректеп. Үшінші бағдарламаға дейін ахам төселіп ағам жайлап. Сол кезде Баян Мақсатқызы келді. Сонымен кеттік қой. Бірақ өтірік айтпай ақ қояйын, бастапқы 6 ай мен әр бағдарламаның астындағы комментарийді, өзімнің инстаграмдағы комментарийді оқыған жоқпын, принципиально. Өйткені кез келген адамның сөзі мені сындырып тастайтын сияқты мен қорқыттым да. Тек өзім жұмысымды істей бердім. Қасымда сценаристер болды. Сержан бар, Самат бар, Ғалымжан Кеңшілік бар, Әсел бар, редакторлар. Асхат Садырбай сол бағдарламаның продюсері, Азамат Исаев бастығы. Сөйтіп үлкен команда. 3 адамның шығуына, мысалы, басында Эльвира Ергалина болды ғой, қыз бала. Одан кейін Диана Қырықбай келді, Елдос Колобок. Осы 3-4 жүргізуші, 3 жүргізуші ғой. 3 жүргізушінің эфирде әдемі шығып, әдемі бағдарлама жасауына артында 35 адам жұмыс істеп жатады ғой, жүгіріп. Оператор, монтажер, 40 адам бар. Жақсат бізге де келеді, жаманат та бізге келеді. Енді жаңағы әзіл әлемінен былайырақ шығып, қазіргі бүгінгі таңдағы сенің түнгі студияға келуіңде, мен түнгі студияда өзімде қонақ болғанмын. Мен Қоянбай Бірақ ашыламадың сол кезде. Мұғалім болып келдіңіз ғой? Ол кезде мен мұғалім болып келдім ғой. Шабытта. Шабытта мұғалім ол кезде. Мен Қоянбаевта да болғанмын, сенде де болдым. Бірақ маған сенімен отырған жақсы ұнады. Бір қайта мен сенімен жақсы ашылған сияқты болдым. Енді айырмашылық көп болды. Көбісі мынадай әңгіме, мен енді 6 айдан кейін жайлап оқи бастадым. Өзім сенімділік пайда болды. Арнаға түсіп алды барлығы. Лодка поплыла дейді ғой, пароход, поехал деген сияқты. Мен тіпті Қоянбаевтың өзіне де Нұрланға звондадым. Нұреке, қалай болады? Нұрлан айтады. Ең басында Ерлан Кәрімге айтқан кезде, мен түнгі студиядан кеткім келіп отыр деген кезде, Кәрім мырза айтқан, енді сен кімді көріп тұрсың өзінің орнына деген кезде, біз сенбілік шоуды бірге жүрдік қой енді. Нұрланның өзі де Кәрім мырзаға айтқан екен. Мен осы Қайратты ғана көремін. Қайраттан попробуйте что-то. Оның өзі де өте бір мәдениетті, білімді жігіт қой. Иә, бір андай гуманизмменен осылай ход жасап кетті да. Сол кезде Ерлан Кәрім мырза айтыпты, мен де сол кісіні көріп тұрмын деп. Өйткені мен Ерлан Кәрім мырза мені қайдан көреді? Тұрсынбектің сольный концертінде Қанат екеуміз выступать етеміз. Сол кезде Ерлан Тынымбайұлының енді келіп жатқан кезде ұлттық арнаға. Біздің продукцияның бәрі ұлттық арнадан шығады. Әзіл әлем театрының бүкіл көрсетілімдері. Сол кезде мен бір монолог оқыған екем. Сол кезде мен ұнатып қалған екем. Сенбілік шоуға шақырған кезде де көбісін айтқан ғой, мына баланы шақырыңыз, мына қай бала танымайды екен де көбісі мен. Сол кезде ютубта аштырып, сол концертті көрсетіп, тік деп пауза басып, осы баланы шақырып көрсеңізші, қалай болады деп. Содан бастап осылай ілініп кеткен кетті. Содан кейін әңгіменен шығып кетті. Комментарийлерді оқып бастаған кезде, неадекватный жүргізуші. Қайтарыңдар Қоянбаевты. Нұрлан қайда? Нұрлансыз бұл передача туфта, говно деп жатқан сияқтылар да болды. А мен енді 6 ай кішкене қатая бағаннан кейін оны тіпті қабылдамадым. Өйткені мен уже жұмыс істеп кеттім. Маған сенім артты. Ол бастапқы кездегі комментарийлер шығарып. Бастапқы кездегілер ғой, соны мен оқып жатқан. Тіпті тойларда жүрген кезде, ей, Нұрланды не істедің, қаяққа жібердің? Біреулер айтады, түнгі студияны қалай тартып алдың деген сияқты. Сосын әңгімені жіберемін ғой, мен $200 мың бердім бұл передача кіру үшін. Деген сияқты әңгімені жіберемін ғой. Деп таң қалып қалады. Сондай нәрсе. Біреулер, Нұрланды қаяққа жібердік? Бір андай сияқты да. Сен сол Нұрланды қуып жіберген адамсың ба? Қуып жіберіп, орын тартып алғандай. өмір бақи осы түнгі студияны алып қалайын дейші, тырғаштан жұмыс істеген адам сияқты болып қалдым да. Сосын айтасың, Нұрекен ол кино саласына кетті. Осылай. Өзі батасын беріп, маған орын беріп кетті дедің ғой. Кейбіреулер мынадай интрига беріп қоян, біреулер сұрайды ғой. Мына түнгі студия, енді сен ары қарай жүргізсің? Жоқ, бұл уақытша. Ертең Нұрлан қайтып келеді деймін ғой. Деп қалады да жұрттың бәрі. Сондай нәрседе, қазір енді әлі дейін 3-ші сезон міне жүргізіп біттік. Қазір сезон жабылды. Қазіргі таңда енді ұлттық арнаның басшылары ауысты.
Ләззат Тынысбайқызы келіп жатыр. Түнгі студияны жабу жаппау мәселесі әлі қызу талқылануда. Болмаса басқаша формат енгізгісі келеді. Соңғы осы 3 маусымның жабылған аяғында 30 минуттық бағдарламаға 10 минут уақыт қосты. Және де бұрынғы 23:50-дегі сеткіні 23:00-ге тіпті 22:50-ге ауыстыртқызды. Сөйтіп бір тексеріп көрді. Рейтингке қарайтын азамат екен ол кісі. Ләззат ханым көптің естуі бойынша тек рейтингтерге қарайды екен. Бағдарлама рейтинг берді ма, жұмыс істей береді, бермеді ма, жауып тастайды екен. Сөйтіп біраз бізді бір бағдарламаға 2 қонақ шақыртыңдар деген сияқты 3-ші сезонның жабылуына түрлі тәжірибе жасап. Тәжірибелер жасап, сол сыннан да өттік. Ендігі кезекте осы жаз бойы ары қарай осы түнгі студияның тағдыры шешіледі. Я болмаса ары қарай жүреді, я болмаса түбегейлі жабылады. В общем, ертең айтып жүрмесін, Қайрат келіп түнгі студияны жауып тастады деп. Мәселе сода болып тұр ғой. Менде де мен ана командаға айтамын ғой, құрсын. Абыроймен жабайық, жапсақта құрсын. Ертең Қоянбаевтың 5 жыл дүркіретіп алып келген проектісін мына Донбаев келіп, Әділгерейұлы келіп, 3 сезонда бытшын шығарып, кім болса соны шақырып, не болса соны шақырып айтып, қуып кетті, бұлаттап кетті деп, сондай сөз қалмасын. Бір жағынан, бәлкім абыроймен де жабылғанда дұрыс деп ойлаймын. Сол бір жағынан, екінші жағынан қазір осындай кезең келіп жатыр. Телевидениенің, бағдарламаның қазір YouTube канал ашылады. Міне қазір YouTubeқа жұмыс істеп жатырмыз. Қазір телевидение қарамайды ешкім. Ал енді Әншілер мұқтаж емес бағдарлама ашуға. Әрқайсымыз өзімізге ашып отырмыз. Енді бар ғой, мен саған айтайын. Сұрайын енді қызық. Айтып жатырсың, талай қонақтар келді. Халықтың әңгімесі бұл, мынау Қайрат не болса соны сұрайды, не болса соны айтады деген сияқты бір әңгімелер. Ал енді осы түнгі студияның қонақтарының ішінде бір сенің нервіңе тиіп, мына бәлені кім шақырды деген қонақтар болды ма? Не сөзімен, не бір қылығымен сені бір ашуыңды шақырған қонақ болды ма? Енді шынымды айтайын, қонақтарды таңдау, қонақтарды осыншама қонақты шақырыңыздар дегенге менің әлеуетім де жетпеді. Менің ол тақырыпқа мен кіріспейтін. Тек келген қонақты, сен келгенді бірақ көресің. Мен келген қонақты маған сценарий жазады, осы аптада осы қонақтар болады, осыншама сценарий жазады сценаристер. Мен сол сценарийге дайындалып шығамыз эфирге. Мен мына қонақты жоқ деп айта алмайтын. Өйткені мен жалдамалы жүргізушімін да. Бұл проект менікі емес та. Осыны мен пайдаланып айтып кетейінші, көбісі маған ренжиді. Шақыршы мені, шақыршы деп. Мен айтамын, мен айтуын айтып жатырмын, бірақ ол жерде көп нәрсені мен шешпеймін. Кәдімгідей бекітеді. Шынымен де достойны қонақтар шақырса екен деймін. Өнеріменен, талантыменен. Бірақ өкінішке орай Айман Мұсаходжаева ханым келді. Италия Республикасының заслуженный артистка деген атағын алды. Сол кісінің эфирінің просмотрын көрсеңіз, 3,5 адам. Ақбота менен кім еді әлгі? Дәурен. Екеуі айырылысып, бір қосылып, олардың Ақбота келіп еді эфирі. 320 мың просмотрды. Енді біздің қазақтардың халыққа өнер адамның өнері, оның жасап жатқан дүниесі, өнерге алып келіп жатқан түк керек жоқ. Оның неше байға тигені, кіммен, қай жақта, қай баланың кімнен туған сол қызық екен де. Сондай бір қонақ келді, енді атын айтпай ақ қояйын, бұл жерде ұят болар. Сенің күйеуің сені кім деп еркелетеді дегенде, ұлттық арнада отырып, көтеншік деді ғой. Ал. Біз ыңғайсызданып қалдық қой. Ана жерде залда көрермендер отыр, 3 рет. Көтеншік деді, ей құрсын деп қалыппыз ғой бәріміз. Ұлттық арнаға келіп, сондай нәрсені, аузынан сондай сөз шығып жатқан адамды эфирге шақырып отқан енді сонда не болды деймін де. Соны мен айттым, осыны шығарайықшы эфирге, жоқ болмайды бұл ұлттық арнада. Онда сіз шақыратын адамдықтың болмаса... Сосын мен айттым, онда шақыратын адамдарды онда келтірейік та, онда дұрыс адамдар келсінші деп. Сондай бір қызық болған. Жанар Хамитова келді кеше, Сиви Махмудимен. 10 жыл тұрып, 2 баласымен айырылысып келген. Түркияда тұрып. 10 жыл неде болған ба? Анталияда өмір сүрген ба, шетелде. Енді мен бағана сөз басында айтып кеттім. Нұрлан Қоянбаевтың кезінде түнгі студияға бір әртіс қонаққа барып келді деген
ол бір үлкен проектке шыққан. Барып келген, мә, құтты болсын, түнгі студия шақырды. Түнгі студия шақырған бізді менсінбейді деген сияқты. Мен өзім эфирде телевизордың алдында отырып 1 жыл жарым армандадым сол бағдарламаға түсу үшін. Хотя менің еңбегім 2004-тен бері, мен 5-тен бері дубляж саласында жасап келаттым. Мафия тақияда істедім. Қазылт өнер орталығында 3-4 кином бар. Әзіл әлемінде жүрмін. Сөйтіп жүріп арманда бар едің. Мен түсе алмай жатырмын да. Бұл 10 жыл бір жаққа білмеймін. Өзінің тағдырыменен, 2 баласыменен тағдыр тәлкегіне түсіп қалды. Мен оны сөгіп жатқан жоқпын. Келді, ештеңе істеген жоқ. Ол түнгі студияда отырды. Сонда ол не айтты? Ештеңе айтқан жоқ, оған CV жауап беріп отырды. Ол сонда оны кім шақырды? Вот сондай басшылықтар. Неге? Өйткені ол рейтинг жинайды. Өйткені қазір хайптың заманы. Рейтинг жинайды, көріпсіз ба? Расында да Ал сіз, мен айтам, хирургтар айына 5 адамның жүрегін ауыстырып жатқан. Астанада. А соны шақырсақ, оның рейтингісі болмайды. Түкке де қызық емес та ол. Біреудің жүрегін айына 5 рет ауыстырған. Хотя ол кісі қандай ерлік жасап жатыр. Былай қарап тұрсаң, Құдайдан кейінгі адам ғой. Құдайдың қалауыменен ол кісі жүрек ауыстырып беріп отыр. Оны бүкіл әлем білу керек. Бүкіл әлем болмаса да бүкіл қазақ білу керек. А ол қызық емес, ол рейтинг бермейді, оны шақырмайды. Көрдіңіз бе? Мен сол нәрсеге қынжыламын да, бірақ заманның ағымы сондай. Өкінішке қарай. Дәл сондай кезеңге біз түсіп қалып отырмыз да қазір. Көрдіңіз бе? Енді қазір расында да менің де көрермендеріме қызықта. Сен Бақыт Тұрман деген менің бір жақсы көретін әншімнің жолдасысың. Ол да бір өте бір әдемі, кәсіби деңгейі жоғары, өзінің манерасы бар, өзінің білімі бар әдемі әнші. Жақсы клип түсірілді. Көбісі айтады, не істейсің, әйеліңді әнші қылып дейді. Кешіріңіз, ол маған дейін әнші болған деген мен айтамын, мен 97 жылы 1 сентябрьда танысқанбыз. Ағажан Латипа деген әнді алғаш қоңырауды енді. Ладно, оны қойыңызшы. Ол 7 жыл консерватория оқып бітіріп, қолында дипломы бар. Оның мамандығы әнші. Оның жұмысы әнші болу. Демек білімді әнші. Білімді әнші. Енді ол ән айтпағанда. Енді басқа біреудің де әйелдер айтып жатыр ғой. Біреудің қарындастары айтып жатыр. Болмаса әпкелерімен бірге айтып жатыр. Жоқ, енді жұртқа қызық қой. Иә. Мынау Қайраттың келіншегі. Бұл қалай Бағлан мен Ерлі-Зайып болып жүр. Анау неғып төсектегі Бағланның суретін құшақтап алып, аунап жатыр. Бәрі сол әңгіме қызық қой. Қызық. Соған Қайраттың көзқарасы қалай болды енді? Әй, ол сол жерде жатып, ана жерде бүйтіп құшақтап отқанда мен мына жағында шетінде тұрмын ғой. Күнә бар, кімде бола алмаймыз бірге. Ғашығым, асылым, бәрін де білем, мұңыңды сезем. Махаббат соңы азапқа толы, бар мекен сірә басқа бір жолы. Кетемін жырақ, жыламай. Сен неғып шойнан деп ана қаттың қасында десекші. Әп-әдемі қаттың қасында. Обал екен ана қаттыңға деп. Жоқ. Тағы бір 3 кадр түсіріңізші, что-то мынау онша болмай қалды деп та. Ән жерде. Сол жерде Бағланның бір төсектің бір шетінде отырса вообще күшті болар екен. Жоқ, негізі Бағланның локациясы вообще басқа жақта түсірілді. Бақыттың локациясы вообще басқа жақта түсірілді. Екеуі сол күйі қосылмай кетті ғой. Мен енді сондай әндерді айтқызам да, қош бол, қосыла алмай қалдық, айырылысып кеттік деп. Неге? Ол жерде құшақтасып тұрғыза алмайсың да. Құшақтасып көрсін десе. Өйткені егер де бос әйел болса, басы бос. 2 баласы бар, 3 баласы болса, оны сөкпейді ғой. Сосын оның статусы бар, ұстаз деген. Әрине. Ол мұғалім. Ол тіпті киім киген кезде де талғам таңдайды. Өте дұрыс. Мен мынадай кие алмаймын, мен ұстазбын. Әрине. Түсінсі, Бақыт тіпті тойға шығуға да ұялады ғой. Неге? Өйткені мен жерде өлең айтып тұрсам, ана жерде бір мені шәкірт көріп қалса. Не болмаса шәкіртімнің ата-анасы көріп қалса. Ата-анасы көріп қалса, бауырсақ бананның ортасында мен фотоға түспеймін. Мен Құдай шынымды айтайын, 2008-ден бері жұмыс істеп келатырмыз ғой бірге. Ең алғашқы бізге қанат қатырып, үлкен демеу көрсеткен Лұқпан ағамыз. Қарындасыма ән берем деп әнін беріпті. Сол кезден бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Бір пайда көрген жоқпыз екеумізде ше. Біз тек таза творчество, әдемі ән айту,
тойдың әнін айт десем де айтпайды өлсе де. Мен айта алмаймын. Жүрек айтқым жатпайды келмейді. оған. Сосын мен мысалы той жүргіземін ғой. Мен айтамын, хотя бы менің тойларымда жүр құрсын. Басқаларына бармасаңыз да. Бір рет, бір-екі үш рет бар да, ето дастархан басында отырмаймын дейді да. Ұялам дейді да. Дайын болған кезде тек шақыра қал. Сол кезде мен бара қоямын да, өлеңін айтамын да, кете қоямын. Болмаса машинаның ішінде отырады. Болмаса тағы бір жерде. Бір түсінбей қойдым, бір соғатын десең. Сондай да. Бір Өте жақсы. мінезі қай деп айтсам екен, әртіс болуға мінезі келмейтін әйел. Жеңілтек болу керек қой. Жеңілтек болғанда қандай жағынан? Әрбірмен бүйтіп отырып еркектерге байланысты емес. Мінезі жеңіл болу керек. Қай жағынан? Адамдармен сөйлесіп кетуге, ешкімді жатырқамауға. Басқа бір мысалы қыз әншілерді көрсең, бүгін көріп, сол күні бетінен сүйіп амандасып кетіп барады. Жақсы сау бол, амандықта деп. Біздің бақыт ондай емес ол. Может, өзің қорқытып қойған шығарсың? Жоқ, ондай емес. Мені қорқытады ол қайта. Әй, өсек айтпайды ғой бір әйел ұқсап отырған. Подружка жоқ, 3 подружкасы бар, біреу Астанада, біреу Атырауда. Атыраудағы подружкасы осы Алматыға күйеуге тиіп қасына келді әйтеуір. Онымен де кездесіп жатқан шамалы. Сосын тағы бір подружкасы бар, Лондонда әйтеуір біреу. Бұл айтады ғой, бұл тума Мен басында мұғалім бұл болып тұр ғой. қырсықсың деп ойлайсың. Сен қырсықсың деп ойлайтын. Сен мына түріңмен ешқашан өспейсің. Өйткені сен тәкаппарсың деп ойлайтын да оны. Сөйтсем оның табиғаты сондай екен. Ол сырттан көргенде бір безбүйрек, стерва сияқты көрінеді да сырттан көргенде. Адам жақындай алмайды. Онымен сөйлессең, мақпалапаға отырған. Деп күлген кезде ұяламғана күлкісіне құрсын жайлып көрсеші отырмыз ба деп. Жоқ, қанша жыл тұрып жатсың? Бақытпен Қанша жыл тұрып жатсың? Біз 96-тан бері бір-біріміз танимыз. 2006-тан бері іспеймін десек. Жоқ, 2006-тан бері бірге енді үйлендік қой. 13 жыл болды ғой. 2006-тан бері бірге жатамыз, бітпесек те дегенім ғой. Семья ғой енді. Енді әйелмен күйеу жатпағанда кім жатады? Мен көбісіне айтамын ғой, мы с 96-го года друг друга знаем, с 2006 года спим деген сияқты. 13 жыл болыпты. Баламыз 12-ге келеді ноябрьда. Неше жылда таныдың келіншегіңді? Әлі танып келе жатырмын. Әйел сонысымен қызықты. Әрбір парағы саған. Мен кейде бар ғой мынандай, бір ортаға бірге алып келесің ғой әртістердің ортасына. Ай, бірдеңе болып қалмаса екен деп ойлаймын да. Өйткені ол бірдеңені тұрады да, ұнамай ма бетіне былш етіп айтқыза салады да. Кейде болады мысалы, съемкаларға біреулермен жалынып, әке көке деп бақытты тұрасың ғой. Ана жаққа барып бүлдіретін айтсайшы сен оны. Айғай-шу шығарып. Девочка деген ғой бір рет. Айтпай қояйын бір режиссерға съемкада. Девочка, станьте вправо. Девочка, станьте влево деген свет қойып жатқан кезде. Апым шытынап сол жерде тоқтатқан ғой съемканы. Ақылбектің съемкасында. Ақыл Досжанның. С какой стати, девочка, сен қаяқта отырсың өзі? Сен алдында спискіңді қарасайшы. Адамның аты бар, сол жермен сен дұрыс режиссер болатын болсаң, білімді режиссер болсаң. Сахнада кім тұрғанын көрсейші дейді ғой. Адамның алдында сен кім тұрғанын атымен шақырсайшы, мынау не алған зат деп. Сол жерде съемка тоқтап, мен как раз гастрольда жүргем, балалар звондап, ойбай қатын қуырып жатыр бізді деп. Мына жақтан Бақыт қызым, Бақыт айтты, маған керек жоқ ондай, надо ой түспеймін деп қоямын деп апым. Бір жағынан адай. Енді Мне надо за вредность платить. Год за 3 ма? Шахтерлар сияқты. Год за 3 ма? Иә, год за 3. Білмеймін, өзі Бақытты көрген жерде Бірақ оны өте тәрбиелі, өте мәдениетті, бір жаман мінезін байқамадым. жаман мінез емес ол. Өзіме Болмысы қатты сондай. ұнайды. Андай тіке, бетке. Одан мысалы цирковой колледжде мен бір рет 8 мартқа бірдеңе дайындайтын болып қырғын заттар болды да, соны түсіріп тастайын деп апарғам ғой. Багажды ашсам, ана жерде апым ғой енді. Так, не істеп жүрсің десек, мыдеге деп ана жерде шиырып бүткіл студенттер. Заттар тасытқан кезде ше, студенттер, қыздар, балалар. И ішке кірген кезде деді, бүкіл мұғалімдердің барлығы. Мен айтам, сен ана жерде ректор емессің ба, случайно деймін де. Үйде ше? Сен мұғалім емессің ба деп. Үйде мама. Бәріне үлгеріп жатады, кейде жаның ашиды. Кейде ойлаймын, сол жұмыс істемей ақ қойшы, не істейсің? Бар емес пе? Деп ше. Өйтеді, мен жұмыс істемейтін болсам, қап-қараңғы болып қаламын. Жұмыс істемесем сенің қарның ішем деген жоқ па? Жұмыс істемейтін болсам, мен саған қызық емес болып қаламын дейді. И сен кетесің, мына жаққа. А сол кезде сен кетіп қалған кезде үш баламен лақтырып. Мен сонда
кімге қарап отырамын? Зато менің 110 мың теңге зарплатам бар дейді ғой. Біз ашық сөйлесеміз екеуміз. Сен үйде қандай әкесің? Мен үйде енді бүйтіп көбісі айтады, енді іржалақтап отыратын шығар. Жоқ. Үйде енді әке болу керексің ғой. Бірақ біз өте андай көңілді семьямыз үйде. Балдарыңмен доссың ба? Балаларымызбен досымыз. Қызыммен вообще кәдімгі екеуміз өсекшіміз. Қызым бәрін біледі ғой, алла. Любой актрисаның аты жөнін, не істеп, не қойып жүргенін, кіммен ажырасып, кіммен қосылғанын біледі ғой. 9 жасар қыз. Бақыт білмейді ондай информацияны. Атын біледі. Балам Ерсұлтан. Ол таза енді қаланың баласы, балконда өсіп жүрген бала. Орысша сөйлейді. Ұлыңның мінезі саған қайсының мінезі ұнайды? Ұлыңдікі ма, қызыңдікі ма? Қызымдікі ұнайды. Өйткені жайлы. Қызым мобильный менің. Сенің мінезіңге ұқсайтын да шығар оның мінезі. Ұқсайды. Ашықтықтарың. Ұқсайды. Өйткені тіпті мінезімнен бөлек менің кішкене бір өнерімде дарыған сияқты. Өйткені апым кейбір жарларында жарған кезде әңгімені, бүйтіп қайталаған кезде біреулерді кейде өзі айтады, жүргеніп кетсек, вайн сүрейік дейді ғой маған, ойлашы. Папа, вайн сүрейікші. Мен айтамын, мен қалай вайн сүремін? Вайн сүруге ұяламын ғой мен мына статусыммен. Соны әлі күнге дейін жүрмін, бірақ түсірсек екеуміз өлтіретін сияқты. Енді түсіріңдер. Осы жазда мен кірісем деген. Бірақ қызым балаң ашылады да. Қызым үшін ше. Өйткені қызымның кейбір юморлары енді шынымен өзімізді үйде құран топан қылып жатады да. Енді жүрген жерің сенің қызық қой. Өміріңде болған, өзіңнің басыңнан өткен бір қызық оқиға бар ма? Анекдот болып кеткендей. Негізі мынадай бір қызық болған. Біз Петропавлда концерт қоямыз. Пойызға отыру керекпіз Астанаға. Пойыз 11:30-да. Біз концертті 9-да бастадық. 10:30 ба 10:40-да апыл-ғұпыл бітіріп, киімімізді жинап, 11:30-дағы неге үлгеру керекпіз ғой енді пойызға. Деп барсақ, Павлодардың пойызы, Петропавлдың пойызы Мәскеудің уақытымен жүреді екен ғой. Кетіп қалған. 12:30, 1:30, 2:30-да жүреді пойыз. 2:30-да Қалай? жүре ма? 3 сағат артқа олар. Бізден. Біз московский уақытпен барып тұрмыз ғой. Сөйтсем, ол 2:30-да жүреді Қазақстанның уақытымен. Вокзалда қондық, жаттық. Ана жерде мен жатып қалған кезде, мен жатқан кезде ана жерде Сіганның әйелдері жатқан. Мен солармен жата қалғанмын ғой енді. Сол кезде бәрі прикол ұстаған. Сен Сіган бич болмыш деп. Сөйтіп 8-де Астанаға қондық. Астанаға қонған кезде қайыр сұрайтындар келіп тұр ғой. Кішкентай баласымен ше. Сол кішкентай қызды құшақтап, көтеріп, как будто мен бір семьям күтіп алған сияқты ше. Қолыма алып, сумканы сүйреп, ана бір қара Сіганның қатыны бір менің әйелім сияқты ше. Балалар шақырып қалған ғой сен есалаң екенсің деп. Анадай мейірімді Сіганның әйелі өмірде көрмеген шығар. Ойлашы, баланы көтеріп, бүйтіп алып, еркелетіп, как будто мені күтіп жүрген семья сияқты да вокзалда қайыр сұрап. Қолыма алып, ана бер баламды, бер балам деп. Сондай бір қызық болған. Соны әлі күнге дейін айтады балалар, сен есалаңсың сол кезде басы істейді. Қалай жиркенбейсің? Түсіріп алу керек еді сол. Ол кезде, осыдан 3-4 жыл бұрын ғой. Ол кезде Инстаграм деген қатты дамымаған ғой. Қазір ғой барлығы жүрген жерін түсіруге болады. Енді өзіңнің бойыңдағы бір өзіңе ұнамайтын бір ту осы өзімнің осы жерім, осы мінезімді жек көремін дейтін бойыңда қандай? Қандай мінезіңді өзгертер? Мен өзім шынымды айтайын ба, өзім жек көретін мінезім ашуланшақпын. Резко ашуланамын, сол жерде қирататын нәрсені қиратып, ауыр сөздерді айтып тастаймын дағыны. Сосын ойланасың. 2 сағат өткеннен кейін соның несіне сонша ашуландым? Уже адамдар ренжіп кеткен, қирайтын зат қирап кеткен, есік тарс жауып кетіп қалған. Одан кейін барып сосын ұялып, кешірім сұрап әрбірден. Сол қасиетін. Қанша рет қайталансам да, соны істей берем. Бір өзіме бір мақсат қойып соны жеңейін десем, сол ашуланған сәтте ұмытып кетемін да, бәрі қайтадан басталады. Сол мінезім үшін тіпті кейде бақыттың өзі әрең шыдайды. Бақытқа көрсетесіз ғой мінезді. Жібереміз. Сол кезде оның бір жақсы қасиеті үндемейді ғой. Үндесе мен одан сайын соны үндемейді, біткеннен кейін соны бетіме басады ғой. Сол кезде қиын болады. Өмірде неден қорқасың? Өмірде енді бәрінің айтатын әңгімесі Алладан қорқам дейді ғой енді. Шынымен де қорқамыз.
құдайдан қорқам. Мына айтып кеткен нәрсені мысалы қасымыздағылар істеп жатыр. Көп достарымыз. 5 уақыт парызын айтады, намазын айтады. Біз ол жерде жоқпыз. Бірақ ол да өледі, мен де өледі. Ертең барғанда шынымен солардың бәрі сұралатын болса, сол кезде не болады деп кейде ойланып қоясың. Бірақ кейде деп мына жаққа қарай қызыл жасыл көкке кетіп қаласың да. Жалпы өнер адамына сол жаққа кету қиын сияқты. Иә? Бірақ мен осы жерде бір нәрсе айтайын, енді сенің жүрегіңді жұбату емес. Жалпы адамға өзің айтып отырғандай, сол Алладан қорқу бірінші, екіншіден өтірік сөйлемей, ешкімді алдамай, ешкімді ала-жібін аттамай, ала-жібін аттамай жүргеннің өзі, ол бір үлкен бір Алланың берген саған жақсы бір. Ой, болдың да. Женка айтты десең. Ойлаймын. Ол да бір имандылықтың бірінші сатысы адалдық. Дұрыс қой? Жауапкершілік. Олың бәрі сенің бойыңда бар. Өзің айтып отырсың ғой, тіпті ашуландырып, ренжітіп алған, ашу үстінде ренжітіп алған адамның өзін кейін уайымдап кешірім сұрайды. Ал кейбіреулер өзінің қатесін түсінбей кетіп жатқан қаншама адамдар бар. Ол да бар. Ренжіткен бойда ұмытып, ренжітіп айтайын деп бұрып, ал оның сенің жоқ, бірақ менің бір жақсы қасиетім, өзімнің қатем болса, мен бірден мойындаймын да, алдына иіліп барып кешірім сұраудан мен ұялмаймын. Өте дұрыс. Өйткені мен қателік білемін. Өте дұрыс. Адам аяқ баспаған жерге түсіп қалдың. Необитаемый остров. Ана жерде түк жоқ. Сен сол жерге түсіп қалсаң, өзіңмен не алып барар еді? Мысалы сен... Өзіммен бірге ма, сол жерге ма? Мысалы айтады ғой. Неше күнге кетіп баратырмын? Жолда мысалы сен кемеге міндің, ана жерден өтесің, қандай жағдайлар болып қалуы мүмкін деп саған айтты ғой. Сол не алып барасың сен? Не аласың өзіңе? Өзіммен бірге ма? Үш ағзат. Үш ағзат? Бірінші бақытты аламын. Ол маған керек десең, тамақ пісіруге, кір жууға. Жоқ, необитаемый островқа не істеймін бақытпен барып? Жалғыз өзім. Бұл көп берілмейтін шанс. Айфонымда, зарядкамда, вайфайымды алып барам. Үш ағзат. Қазіргі өмірге керек зат. Қарап отырам необитаемый островта. Не болып отыр, не жалып мен мұнда жүрмін деп. Арасында бүйтіп салып қойып. Енді білмеймін, енді необитаемый островта үш заттың 30-ын запаспен алып барсаң да, ол жақта өмір бақи қалып қойсаң, бәрі бітіп қалады. Ол жақта барған бойда біраз уақыт өткеннен кейін ең алғашқы жасайтын үш нәрсең дейтін сұрақ болса, енді аштан өлмес үшін аң аулайсың, от жағасың, сол тамағыңды пісіріп, сонымен өмір сүріп кетесің ғой. Бір русалка түссе, жоғалып, тағы да жоғалып, необитаемый островқа бір апым келсе, сонымен өмір сүріп, жайлап, қайрат деген племен жалғастырасың ғой. Племенің аты қайрат болады ғой. Қайрат деген племенлер болады. Кім біледі, кез келген ұлт, кез келген бәрі сөйтіп бастап алды ғой бір кездері. Баяғыда бір айтады деді ғой, осындай жерге крушение болады да, қазақ, орыс, өзбек үшеуі түсіп қалады дейді да. Сөйтсе жаңағыда әрі-бері жан-жаққа қарап өзбек жаймендеп жаңағы егін егіп енді тамақ әрекет жасайды, тамақ ішу үшін ертең қыс келсе не болады деп. Сосын жаңағы орыс ойлайды, расында бұл жердің қысы қалай болады екен, қой кішкене болса да сен өзбек жаңағы не қыл, егініңді ек, мен үй салайын, ертең сенің егініңді жейміз, мына үйде бірге тұрамыз деп. Сөйтсе жаңағы екеуі тыртыңдап жұмыс істеп жатса, қазақ жоқ дейді. Сосын ойлайды, анау қазақ не істеп жатыр екен, барып сұрайық онан да. Ол ертең біз үшеуміз мына жерде өмір сүргенде оның қандай пайдасы тиеді екен бізге деп. Қараса, төмпешіктің үстінде шалқасынан түсіп күнге қыздырып жатыр еді қазақшасын. Қазақ не істеп жатырсың сен? Сен кім боласың бізге? Ертең мінекей осы необитаемый островта үшеуміз өмір сүріп не пайдаң болады бізге? Біз дегенің мынау бір орыс үй салып жатыр, мынау егін егіп жатыр десе, мен сендерге участковый боламын. Ең әдемі шаруа ма? Мен сендерге участковый боламын деп айтады дейді. Күшті ғой, Сол, Қайрат, жақсы әңгімелестік. Шынымен де камераны сезген жоқсың. Қойып тұр, үшеуің тұрсын да. Ешқандай бұл жерде
бүкпе сөз болған жоқ. Бүкпесіз, шынайы. Бүкпесіз әңгіме болды. Қандай әке екеніңді де білдік, қандай жар екеніңді де білдік, қандай дос екеніңді де білдік, қандай актер, қандай қиындықтан өткеніңді де көрдік. Сол қиындықтарыңды жеңген кездеріңді де көрдік. Арасында да саған көп рахмет келгеніңе. Ой, сізге рахмет шақырғаныңызға. Түнгі студияға мен барып едім, мен сен маған келдің. Сөйтіп бір-бірімізге қонақ болып жүре берейік. Бұйыртса мен де осындай үй салып, жер алып, ой, жақын арада келмейсің. Алла бұйыртса, енді Бақыт Турман деген менің бір жақсы көретін әншім бар. Кейін оны шақырып алып, сен туралы тағы сұрайын. Сен рас айтты ма, өтірік айтты ма, соны тағы бір тексеріп аламыз. Ал, жақсы. Рахмет сізге. Давай. Удачи. Классно.